Бүгін халықаралық студенттер күні. Студенттік шақ адам өміріндегі ең ұмытылмас кезең. Жатақханадағы жарқын күндер, көңілді бас қосулар, аш құрсақ оқыған сабақтар естен кетпейтін естеліктермен құнды. Бұрынғы мен бүгінгі студенттің де сағынары сол сәттер. Мерекеге орай түрлі буын өкілдерінің студенттік өмір туралы пікірін білген едік. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Нәдірғожа Мусаев 34 жылдан бері медицина саласында қызмет етіп келеді. Еңбек жолын еліміздің оңтүстігінен бастаған. Студент кезінде бар уақытын білім алуға жұмсап, қабілетін шыңдады. Ақ халатты Абзалжан бүгінге дейін талай адамның өміріне араша түсті. Ол студенттік кезеңнің жарқын естелік, қызықты сәттермен есте қалу керектігін айтады. Біздің кезімізде бір қиындау болды. Біз библиотекадан тек кітап алып, сол кітаптан дайындалатын едік. Қызық күндер, сол студенттік кездер, сол үшін халыққа қызмет істеуге жалықпау керек. Ал 9 жыл бойы студент болғандардың бірі Абай Түзелбай. Бір басында 3 дипломы бар. Еңбекқорлық қасиетінің арқасында жеткен жетістігі көп. Тіпті алдағы уақытта білім алуды жалғастыруды көздейді. Ол қиындығы мен қызығы қатар жүретін шақтың түрлі оқиғаға толы болғанын айтады. Қазіргі таңда колледжде, университет қабырғасында, яғни бакалавриатта, магистратурада, докторантурада оқып жатқан барлық студенттерді мерекелерімен құттықтағым келеді. Тек білім көкжиектеріңіз кеңейе берсін, қоғамның пайдасына жарайтын, елге пайдасы тиер азаматтардың қатарын толықтырыңыздар деген тілегімді арнағым келеді. Нағыз тұлға болып қалыптасқыңыз келсе, онда ойланбастан студент болып, кез келген тосын сыйға дайын болғыңыз дегім келеді. Жалпы облыс бойынша 19107 студент колледжде білім алып жатыр, ал 8458 студент университетте оқиды. Білім ордаларында педагогика, IT саласындағы мамандықтарға сұраныс жоғары. Мөлдір Батырбай, Рамазан Бүркіт, жаңалықтар.